Балақай, менің сабағыма қош келдің. Бүгін біздер Т дыбысы және әрпіне берілген екінші сабақты бастайтын боламыз. Алдымен Т дыбысына берілген сөздерді оқып шығайық. Кәне, бірінші. Ту, тау, тар, тор, от, отан, тас, тасу, тос, тосу. Үйден жақсылап оқып жаттық. Келесі тапсырма. Ойланайық кәне. Бұл жерде бір ғана тас тұр. Ал бұл жерде екі тас тұр. Алдыңғы сабақтардан біздер білеміз. Егер бір ғана зат болатын болса, онда ол жекеше, яғни тек қана тас болады. Бұл жерде тек қана тас. Екі зат немесе одан да көп зат болатын болса, онда көпше түрде тастар. Өйткені ол көп, сондықтан тастар деп айтамыз. Келесі, астындағы бұл тон, біреу, сондықтан оны біздер тон деп айтамыз. Ал бұл жерде екі тон болғандықтан біздер оны тондар деп айтамыз. Тондар. Келесі тапсырмаға қарайық. Бұл жерде біздер сурет арқылы, сөздер арқылы, сызба арқылы сөйлемдер құрастыруымыз қажет. Алдымен бас әріп. Тастан. Тастан. Бұл ненің суреті? Тарақтың суреті. Тарақ ал. Тастан тарақ ал. Келесі. Немесе тастан дәптерлерді тарат. Бұл жерде екі сөйлем құрастырдық. Біреуі тастан тарақ ал, екіншісі тастан дәптерлерді тарат. Бұл жерде біздер дәптерлерді деп айттық. Неге? Өйткені бір ғана дәптер емес, бұл екі дәптер. Яғни бұл жерде көпше түрде дәптер, дәптерлер болады. Келесі біздер тастан тарақ ал дедік. Өйткені тарақ тек қана біреу, сондықтан біздер оны тарақ деп айттық. Келесі, ол алатау. Алатау, тау, анау, тау деген сөйлемдер берілген. Бұл сөйлемдерді құрастыру арқылы біздер бір мәтін аламыз. Ол мәтін 3 сөйлемнен тұр. Әрбір сөйлем 2 сөзден тұр. Келесі, а дыбысы бізде дауысты. О дыбысы дауысты. Енді біздер бұл жерге А әрпін қоямыз ба, О әрпін қоямыз ба? Кәне, бірінші тұрған ненің суреті? Аттың суреті. Сондықтан біздер бұл жерге Аны қоямыз. Ат. Келесі бұл тұрған от. Бұл жерге біздер Оны қоямыз. Келесі ненің суреті? Таудың суреті. Тау, немесе тон. Осылай әрбір әріптің орнын анықтадық. Келесі, бұл дәптерге жазуға арналған тапсырма. Тастан отар арала. Дәптеріңе әдемі, ұқыпты және сауатты жазуға дағдылан. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер тақырып ұнаған болатын болса, лайк қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпа.